Мәжіліс депутаты Азат Перуашев Ресейден Қазақстанның мемлекеттілігін құрметтеуді талап етті. Перуашев Ресей Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарованың Қазақстанға және біздің елшімізге қатысты айтқан пікірлері орынсыз, қате әрі екі елдің қарым-қатынасының рухына сәйкес келмейтінін айтқан. Қазақстан Ресейдің жалпы Ресей мемлекеттің ұстанымы мен өкілдерін құрметтейді. Сол сияқты Ресей де елімізді және Қазақстанның Ресейдегі уәкілетті өкілі болып табылатын елшімізді құрметтеуге тиіс. Менің білуімше, бүгін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі тиісті мәлімдеме жасады. Ол бүгін таралып жатыр. Жалпы мұндай реңк Ресей мен Украина арасында болып жатқан соғысқа байланысты екенін түсінеміз, бірақ Қазақстан ешкіммен соғысып жатқан жоқ. Сондықтан біз өз өкілдерімізді құрметтеуді, мемлекеттігімізді құрметтеуді талап етеміз, дейді депутат мәжіліс қаулыларында журналистерге берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, 4 қазанда Ресей сыртқы істер министрлігі Қазақстанның Ресейдегі елшісі Ермек Көшербаевты шақырып, Астанаға Украин дипломаты Петр Врублевскийдің оралғанына наразылық білдірген еді.